Қаныпа апайдың 75 жылдығы, ұлы абайдың 75 жылдығы мен біздің мектебіміздің 100 жылдығын мен қоса қабаттасып өтіп жатыр. Бұл бір үлкен бір сабақтастық деп ойлаймын. Қаныпа апайдың 75 жылдық мерейтойын бүкіл Қазақстан бойынша атап еске алып жатыр. Бүгінгі күні мен де сол апайды еске ала отырып, алғашқы бұдан 20 жыл бұрын алғаш рет апайдың Астана қаласында ұстаздардың алғашқы бенефисі апайдың 55 жылдығы аталып өтілді. Сол мерейтойға бара жатқанда жыр шашу ретінде 4 ауыз өлеңімді жолдап едім. Сол еске алуды содан бастағым келеді. Мақтансаң Қанипам деп қазақ мақтан, тілінің алаулатып отын жаққан. Қазақтың Қанипасы деген сөзді өзге емес, тілі қазақ халқын таққан. Осы өлеңмен бенефиста басталыпты, апай болған. Сондай мәз болып келді. Енді апай өзі естеліктерінде айтып жатады ғой, апайдың түсіне Абай мен Мұхтар жиі кіреді екен. Осы бір еске алып отырған қызықты дүниені айта кетейін. Апайдың 45 жылдығын мектепте атап өту керек. Атап өту кезінде мынандай бір ұсыныс жасадық. Мектеп ұжымы болып апайға кіріп, апай, сіздің осы кабинетіңіздің алдында сіз туралы бір мүйіз жазсақ деп. Содан мектеп директоры бар, барлығымыз апайға кіріп ақылдасайық деп кірдік. Содан апай өзі күнде көріп жүретін өзінің кабинетінің алдына шығып, екі қолын бүйіріне таянып тұрып, ұзақ ойланып тұрды да, жоқ, бұл жерге мені емес, Абайдың мүйісін жасаңдар деп ұсыныс тастады. Содан бүкіл ұжым сол жерде апайдың 45 жылдық еңбек ету шығармашылығының 45 жылдығына арнап Абай мүйісі жасаған болатынбыз.